Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Нұрасыл Азат және біліп жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз ежелгі жануарлар деген тақырыпты қозғамақпыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Ежелгі аса белгілі жануарлардың бірі динозаврлар. Олар жер бетінде алғашқы өмір сүру нышандары байқалғаннан кейін 100 мыңдаған жылдан соң пайда болды. Сондықтан жер бетіндегі тіршілік көзі шамамен 3,8 миллиард жыл бұрын пайда болған деп есептеледі. Бұл прокариоттар деп аталатын бір жасушалы кішкентай организмдер еді. Кейбір прокариоттар әлі күнге дейін цинобактериялар түрінде өмір сүреді. Динозавр деген не? Динозавр сөзі қорқынышты кесіртке дегенді білдіреді. Бұл бауырмен жорғалаушылар жер шарында 160 миллион жылдан артық уақыт өмір сүрген және шамамен 65 миллион жыл бұрын қырылып қалған. Бірақ динозаврлардың барлығы бірдей қорқынышты емес. Басым көпшілігі етпен емес шөппен қоректенген. Сонымен қатар үлкен және ашулы динозаврлар тауықтан аз ғана үлкен динозаврлар да болған. Жамбас сүйектерінің пішіні. Динозаврлар жамбас сүйектерінің пішініне қарай екі түрге бөлінген. Құс жамбасты және кесіртке жамбасты. Құстар негізінен кесіртке жамбастылар болып тараған. Бұл рекс тираннозавры. Тиран кесірткелер королі. Ұзындығы 12 метр. Тіршілік ету уақыты кейінгі бор дәуірі. Тасқа айналған заттар солтүстік Америкада табылған. Динозаврлардың өзінің латын тіліндегі ғылыми аталымдары бар. Ол ат қандай да бір жануардың өзіне тән сыртқы түрін бейнелейді. Мысалы, T-Rex, Rex король дегенді білдіреді. Ең ірі және ең қаһарлы ет қоректі динозаврлардың бірі. Диморфодон. Екі пішінді тіс. Қанат сілтеу аумағы 1,2-2,5 метр. Тіршілік ету уақыты ертедегі Юра дәуірі. Тасқа айналған заттар табылған жер Еуропа және солтүстік Америка. Диморфодон динозавр емес, птерозавр, ұшатын кесіртке болған. Оның бас сүйегі өте үлкен және тістерінің өлшемдері әртүрлі. Алдыңғы тістері үлкен де, артқы тістері керісінше кішкентай. Ол балықпен, жәндіктермен және ұсақ жануарлармен қоректенген. Бірақ ешкім ол өзінің қорегін ұшып жүріп аулағанын, немесе тік тұрып 4 аяғымен ұстап алғандығын көрмеген. Бұл диметродон. Тістердің екі түрі. Ұзындығы 3,5 метрге дейін. Тіршілік ету уақыты ертедегі Перм дәуірі. Тасқа айналған заттар табылған жер Еуропа мен солтүстік Америка. Диметродон арқасында желкен тәрізді өсіндісі бар синапсид. Желкен термореттеуіш қызметін атқаруы мүмкін. Яғни ол оған жылынуға және салқындауға көмектескен. Синапсидтер бауырмен жорғалаушылар сияқты суық қанды және қабыршақты. Бірақ олар шындығында сүтқоректілердің шыққан тегі. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге ежелгі жануарлар жайлы мәлімет айттық. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаймыз. Менің негізгі арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше қош сау болыңыздар.